Сәлем достар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен күшті бір инсайтпен бөліскім келіп отыр және техникамен бөліскім келіп отыр. Бұл видео жұмысы жоқ, не істерін білмей жүрген, ары қарай қайда барам, қалай болады, не істеуім керек деген үйде жатқан, жұмыссыз, уақытының бәрін тек телефонға арнап, бір орыннан қайда барарын білмей, жылжи алмай, бір шығатын жол жоқ секілді жатқан адамдарға арналған. Енді сіздерге айтарым, жұмыстарыңыз жоқ болса, ештеңе орнынан қозғалмай жатса, өмірлеріңізде ешқандай ситуация болмай жатса, оқиға сізге шабыт алып келетін, сізге энергия сыйлайтын, сізді қуантатын ештеңе болмаса, жұмыс таба алмасаңыз, қанша іздесеңіз де алдыңыздан шықпаса, ешқандай ата-анаңызбен келіспей қалсаңыз, ішіңізде болып жатқан мәселенің барлығын шеше алмай жүрсеңіз, онда сізге ішіңіздегі энергия таусылып қалды деген сөз. Яғни энергия таусылып қалды дегенде энергия өмірге беріледі, сізге күнде энергия бөлінеді, бірақ өкінішке орай сіз сол энергияны барлығын жұмсап тастап жатырсыз. Керек емес ойларға, өткен шаққа, керек емес нәрселерге, телефонға, өзіңізді жеуге, өзіңізді сонша жек көруге, басқа адамдардың өміріне қызығуға, осының барлығына сіздің энергияңыз кетіп қалып жатыр. Жұмыс таппағаныңыз, барлық өкінішіңіздің, өткеніңіздің барлығы сол жолда шығып жатыр десек болады. Енді оны қалай құтыламыз? Мен сіздерге бір нәрсе айтам, енді қолдарыңыздан келеді деп ойлаймын. Күніне бір 15 бір 15-20 мың табуға болады деп ойлаймын сіздерге. Енді болмаса біреуден қарызға сұрай тұрыңыздар. 15-20 мың алыңыздар, кез келген қандай да бір биге барыңыздар. Мейлі зумба болсын, хай хилс болсын, хип-хоп болсын, өзіңізге қандай келеді, өзіңіздің икеміңізге, шығыс билері болсын, соған барсаңыздар. Ал ер адамдар спортқа деген фитнесқа 15-20 мың табуға болады деп ойлаймын. Енді бір ай ғана соған барсаңыздар деген ақыл кеңес менен. Себебі сіз үйде жатқанда сізде энергия ешқайда, потенциалыңыз бар ғой, енді жұмыс істемегесін, ешқайда шықпағасын, потенциалыңыз өзіңізде қалады да, ол энергияны бөледі, энергия оны жеп қояды, энергияның барлығын, өткен ойлар, сол энергияның барлығын жеп қойғаннан кейін сізде бойыңызда ешқандай күш қуат қалмайды. Кез келген спорт түрімен, пилатес болсын, фитнес болсын, би болсын, кез келген спорт түрімен тұрақты түрде, жүйелі түрде, күнде болмаса аптасына 3 рет, 4 рет айналыссаңыз, ол сіздің энергияңыздың, өмірдің энергиясын айналдыруға тырысады. Негізі барлық нәрсе алып келгенде ішкі тыныштықтан басталады. Ішкі тыныштығымыз болмаса, ішкі күйіміз нашар болса, біздің сыртқы факторлар оны көрсетіп береді, айна қатесіз. Сондықтан сіздерге міндетті түрде бір спорт түрімен, ер адам болса, енді бокс, күрес, мейлі бір 20 мың табуға болады деп ойлаймын. Қарызға сұрай тұрыңыз, болмаса, нағыз жоқ десеңіз, бір 20 мың теңге қарызға сұрап, болмаса біреуден ала тұрып, ата-анаңыздан біреуден барып, міндетті түрде күрес болсын, спорт болсын, фитнес болсын айналысыңыздар, ер адамдар. Ал әйел адамдар енді биге жақын болғандықтан, әйел адамдарға бимен айналысуға ақыл кеңес беремін. Себебі сіздің денеңіздің қимылдағанда, денеңізде сақталып қалған бүкіл блок, бүкіл өткен шақтан келе жатқан, мен неге ондаймын, мен неге қолымнан келмейді, анау андай, мынау мындай, мен өткен шағым осындай қиын болды, бүкіл сақталып жүрген реніштердің бәрі, блоктардың бәрі дене сақтап қалады. Оны бір күні ауру қылып шығарады, болмаса осындай ішкі тынышсыздығыңызды алып келеді де, барлығы сыртқы факторға әсер етіп, жұмыссыз қалуыңыз, тағы да қиындықтар болуы мүмкін басыңызда. Сондықтан бүкіл денеңіздегі сақталып қалған блоктардың барлығын осы дене қимылы арқылы шығарып тастаңыз. Сіздер мен мысалы былай айтуыма болады, айналысыңыздар, өздеріңіз спортпен таңертең жүгіріңіздер. Жоқ, мен байқағаным, көп адамдар өздігінен еш нәрсе істемейді.
өзі үшін еш нәрсе істемейді. Мысалға біз биге болмаса фитнесқа біреуге жазылсақ, біз амал жоқ барамыз да, енді ол бізде тренер бар, шақырады, кел, адамдар бар, онда қой барайын деп. Бір өзіңізге бәрібірде бір күш жігер береді, басқа біреудің сізге айтқаны, кел, істе дегені бәрібірде ол басқаша әсер етеді. Сізге қазір мен айтсам, таңертең жүгір, осылай істе, жаттығу жаса, істемейсіздер сіздер бәрібір. Күнделікті сол өмірлеріңізге қайтадан түсіп алып, жабылып алып жата бересіздер. Сондықтан айтарым, егер бір нәрсемен айналыссаңыз, дене қимылы бар, би болсын, белгілі бір спорт түрімен айналыссаңыз, міндетті түрде өміріңіз ары қарай ағынға ілесіп кетеді. То есть әрі қарай жұмыс табылуы мүмкін, себебі сізде энергия айналып жатыр ғой. Энергия айналып жатқан қозғалысқа түскеннен кейін өміріңіз де өзгере бастайды. Сыртқы фактор міндетті түрде ішкі фактордан құралады. Ал ішкі фактор үшін ол сіздің өзіңіздің қабілетіңізді, өзіңізді қайттан қалыптастыру керек екенін ұғынып тұр.